Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін таразысыз сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі жарты кесе ерітілген май, 3 қасық қант. Барлығын біріктіреміз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, вилкаменен араластырамыз осылайынан. Одан кейін бізге керегі ұн. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіңіздер. 2 кесе ситадан өтілген ұнымызды қосамыз. Бұл жерде мен кесемен бөлдім. Бір кесені 2-ге бөлдім. Мынау екінші кесем тоже солай бөліп азазынан саластар ғой қамырымызға. Одан кейін разлихитель салдым. Ұнымызды салып біріктіреміз. Кәдімгідей қамыр илейміз. Қамырымызды илегеннен кейін осылайынан илеп, міне осындай жұмсақ болу керек. Осындай 28 формаға қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. 28 формасы менден. Осылайынан барлық бортиктарын шығарып, біркелкі қылып жайып шығасыздар. Одан кейін осылай шанышқымен қатты көтеріліп кетпеу үшін тесіп шығамыз. Салмамызға жарты кесе қант салып, үстінен жұмыртқа салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Қаймақ саламыз, 2 қасық қаймақ, 3 қасық қаймақ саламыз. Одан кейін ванилинімізді саламыз. Барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Творогымызды саламыз. Оны да осылайынан араластырып, блендермен біркелкі қылып аламыз. Егер де блендер жоқ болса, жай ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Міне осындай салмамыз дайын болды. Жаңа қамырымыз дайындап қойған қамырымыздың үстіне салмамызды салып, 35-40 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Мен тапсырысқа болғаннан кейін кесіп көрсетпедім.